Оқушылар орталығында көңілді старт жарысы өтті. Бұған Ақтау қалалық әкімдігі қолдау жасады. Ауылдың шыңдауына мол мүмкіндік арасындағы әлем чемпионаты өткен болатын. Жарысқа 47 оқушылардың жазға демалысын тиімді ұйымдастыру қажет. Бұл жасөспірімдер коммуналдық мемлекет. Ақтау қалалық оқушы орталығының домбыра үйірмесінің оқушы орталығы тегін үйірмелермен қамтып отыр. Орталықта балалар 10-нан астам үйірмеден жыл 12 ай оқушы орталығында 5500 бала 45 үйірмеден тәлім алады. Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. Әлемдік білім кеңістігіне кіріп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру өзекті мәселе. Тәуелсіз еліміздің алдына тұрған басты міндет білімді де, білікті болашақ ұрпақты оқыту, тәрбиелеу екені баршаға аян. Білім және тәрбие беруде жалпы білім беретін мекемелердің педагогикалық процесін жақсарту да кезек күттірмейтін мәселе екені түсінікті. Бүгінгі заманның талабы өскелең ұрпақтың әлемдегі әрбір өзгерісті ұғына, өмір ағысымен, жан-жақты жаһандану жүйесіндегі жүйелі жетістіктер мен жемісті жеңістерді ала білуі. Ал жаңашыл басшыдан не талап етіледі? Сенімді жетекші болу, жауапкершілікті өзіне алу, ұйымдастырушылық қабілетін дәлелдеу, өз жұмысын үнемі іштей бағалау және алдағы қажеттіліктерді анықтау, жаңа идеялар мен үрдістерді зерделеп, қажеттісін таңдауда бастамашыл болу, берілген тапсырмаларды уақытында дұрыс орындалуын қадағалау және қамтамасыз ету, мекеме өмірінде кездескен ситуациялық жағдаяттарды шеше алу. Осы талаптарды жүйелі жолға қоюдың арқасында көптеген жетістіктерге жетуге болады және жетіп те келе жатырмыз. Мен басшылық еткен уақыт ішінде ұжым мүшелерінің өзара ынтымақтастығын атап өткім келеді. Өйткені ұжым мүшелерінің жетістіктерін, талпыныстарын ескеріп, кездесулер мен мерекелерде мақтап, мадақтап, шабыттандырудың маңызды екенін, отбасылық әртүрлі жағдайларды қолдап отырудың қажет екенін жақсы түсінемін. Адами жақсы қасиеттерді бойыма тартып, адамгершілік қасиеттерді ұстанғым келеді. Сол себепті де басқарушы тұлға ретінде ерекшеленесің. Әрине, басшы жүгі ауыр жүк. Әрбір ұжым мүшесі өзіне деген құрмет пен қамқорлықты, сенім мен міндетті сезіне білуі тиіс. Білім беру ұйымының басшысы ретінде өзіңіздің мекемеңізге қандай өзгерістер енгізер едіңіз? Жалпы ұйым басшысы ретінде ең бірінші жасалынатын жұмыстар жалпы ғимараттың ішкі сыртқы жағдайын жасау, балдарға жағдай жасау. Екінші осы бар үйірмелерді осы кездегі бар үйірмелерді сақтай отырып жаңадан үйірмелерді ашуды қарастыру. Содан кейін ерекше білім талап ететін оқушыларға жағдай жасау. Қорыта айтатын болсам, осы жоғарыда айтылғандардың негізінде мекемеге жаңа үлгіде, жаңа технологиялық әдістерді қолдану арқылы адамгершілік тұрғыдан басшылық жүргізу, мекеме педагогтары мен оқушылардың өзін-өзі дамытуына, жан-жақты білім алуына көмектеседі. Сондықтан қолдағы бар амалдарды тиімді пайдалана білу біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген жаңалықты жатсынбай қабылдайтын ұжым мүшелерінің жанына нұр құйып, жаңашылдық тұрғысында жетістіктерге жетуге жұмыстанатын заманауи басшы үрдісіне сай болу басты міндетім деп білемін. Басшылық етіп отырған мекеме өнер тұнған білімнің ордасы. Қалалық, облыстық, республикалық деңгейде танымал болған ұлт аспаптар ансамблі, спортшылар командасының жетістіктерін және өнерлі, шығармашыл, білімді оқушыларды мақтанышпен айта аламын. Мақсатым мен міндетімді айқын білетін қарапайым адаммын. Күш-жігер талабымның арқасында көш басында жүруді және үнемі үш қасиетті бойында сақтауды мақсат еттім. Олар талап, еңбек, терең ой. Талабым дұрыс шешім қабылдауға, еңбекқор болуым басшылыққа алып келді. Терең ой жаңашыл болуға үйретті. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener.